Баршаңызға сәлем. Бүгін осы керемет дәмді қытырлап тұратын қатпарлы самсаны тандырда емес, үйде жасау әдісін көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Алдымен етті осылай ұсақтап турап аламыз. Арнама жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Және майды да дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Осы май менде ет асудан қалған пісірілген құйрық және пиязды да осылай бөлшектеп турап аламыз. Пиязды бөлек ыдысқа салып, оның үстінен тұз, бұрыш және паприканы салып, кішкене осылай мыжғылап жібересіздер. Сонда фарштың ішінде білінбейтін болады. Сосын ет пен майымызды салып, араластырып дайындап қоямыз. Ең қызығы, кәдімгі дайын қамырдан осындай самса шығады. Мен сіздер үшін осылай өлшеп 70 граммнан жасадым. Себебі самсалар қалыңдау болу керек қамыры. Осылай жаясыздар. Қалыңдығы міне осындай болу керек. Енді осы қамырларымызға етімізді салатын боламыз. Көп-көптен салып, толтырып, томпайтып қоямыз. Осы жасалған фарш 2 осындай порцияға жетеді. 12 самсаға яғни. Және түйу барысында қатты осылай жабысып, ашылмайтындай етіп осылай түйіңіздер. И төбесін жауып қоясыздар осылай. Тағы біреуін көрсетем. Осындай бір ыдысқа салып аламыз. Үстемізді бетінен жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Лайк басып, қолдап отыруды ұмытпаңыз. Жақсылап жағамыз және оның бетінен күнжут, өздеріңізге ұнайтын мак сепсеңіздер болады. Енді қазанымызды осылай ысытып қоямыз. Жұмыртқаның ағын бөлек салып алып, оған самсамызды асты жағын батырып алып, қызып тұрған қазанға осылай жабыстырып қоямыз. Астына қатты жақындатпаңыздар, жоғарғы жағына жасаңыздар. Осылай басып тұрып, жабыстырып қоясыздар. Міне. Барлығын осылай жабыстырамыз. Отымыз бізде төмен, ең жайден сәл жоғары тұру керек. Не осылай 10 минут сайын қақпағын бір ашып, парын шығарып жібересіздер. Міне көрдіңіздер ме? Қызарып әдемі болып келе жатыр. Осылай 45 минут ұстаймыз. Және одан кейін қақпағын ашып, қазанды төңкереміз. Сол кезде сіздерге оты қандай болып тұрғаны көрінеді. Төңкергеннен кейін ең жай отқа қоямыз. Оған дейін ішіндегі майды осылай салфеткамен алып алдым. Қазанға мән бермеңіздер, оның ішіндегі несінің бәрі кетеді. Қорықпаңыздар. Міне. Қазан осы майдан осындай сәл сарғайып қалады. Бірақ енді мынау самсалар керемет болып шыққанда қазанды ұмытып кетесіздер. Осылай пышақпен кішкене астынан осылай жасап алып аласыздар. Өте қытырлақ бір күшті самса шығады. Үй жағдайында керемет дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің арнамнан қандай рецепт күтеттеріңізді жазып өтсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Жұлдызай.
сау болыңыздар.